Ассаляму алейкум қыздар, қалайсыздар? Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 12-ші сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз хамза деп аталады. То есть біз бұған дейін дамирді өттік, енді бүгінгі тақырыбымыз хамза. Хамза дегеніміз жалпы мінекей мынау белгі. Бұған дейін бұл белгіні сіздер көрдіңіздер. Бұл белгі негізі тірек қызметін атқарады. Және де бұл белгі алифтің үстінде, уаудың үстінде және яй әріптерінің үстінде келеді. Кейде жалғыз өзі келеді, немесе харекеттермен бірге келеді. Ең басты қызметі осы тірек қызметі. Осы хамза мінекей мынау жағдайларда, мынау үш түрлі жағдайда қалай оқылады? Қазір біз соны оқитын боламыз. Бисмилля. Мінекей хамза алифпен және де фатхамен келген уақытта сөздің басында мінекей жай ғана алифке тірек қызметін атқарып тұр. Бірақ біз бұны әкәлә қандай харекетпен келіп тұр, сонымен оқи береміз. Әкәлә, уммун, ибротун. Екінші жағдай, яғни бұл жерде хамзаның харекеттермен келуі, хамзаның кәсірамен келуі. Мысалы қараңыздар, хамза және кәсірамен. Яума изин, су иля. Мән берсеңіздер, мен яума изин деп оқып атқан жоқпын. Кішкене 1 секунд тоқтап, мына жаққа екпін беріп жатырмын хамзаға. Яума изин, су иля. Кішкене буынға бөлген секілді, яғни 1 секунд тоқтап оқимыз. Бұл түсінікті, егер хамза осындай харекеттермен келген жағдайда осылай оқиды екен біз. Келесі хамзаның уау әрпімен келуі және үстіндегі харекетпен. Егер уаудың үстінде хамза тұрса, бірақ хамзаның үстінде қандай харекет тұрады, сол оқылады қыздар. Мінекей, мысалы, мына жерде де уау тұр, уаудың үстінде хамза, хамзаның үстінде фатха тұрма, демек бірінші уау оқылады, содан кейін барып хамзаның үстінде харекет оқылады. Қараңыздар, біріншісінде доуля, доуля, яуаллифу, яуаллифу. Көрдіңіздер, мынау алифпен келген сияқты бөлек оқылып жатыр, бірақ яуаллифу. Кішкене 1 секунд тоқтап, ары қарай жалғастырып жатыр. Доуля, яуаллифу. Енді хамза сөздің соңында немесе ортасында алифпен келген уақытта. Қороә, қороә. Бөлек оқып отырмын. Сәәлә, сәәлә. Енді тағы да хамза уау әрпімен және доммамен келген уақытта. Яқроу, яқроу, яқроу. Екеуінде де бірдей дыбысталып тұр. Келесі хамза сукунмен келген уақытта. Хамза сосын үстінде сукун келетін болса, біз сукунға екпінді қаттырақ береміз. Тоқтап, яғни якулуна, шита, бисама, бусун. Ал егер хамзасы сукунның өзі келсе, біз былай тоқтауымыз керек еді. Якулуна, шита деп. Мына жерде хамза болғандықтан біз қаттырақ екпін береміз. Якулуна, шита, бисама, бусун. Осылай. Енді хамза тәнуинмен келген уақытта және жалғыз өзі тұрған уақытта қалай оқылады? Шайун, тасаәлә. То есть, қыздар, қараңыздар, мынау хамза келе алады, алиф, уау және яй әріптермен бірге келе алады, және хамзаның астында немесе үстінде қандай харекет тұр, біз соны оқимыз. Ал сукунмен келген уақытта екпінді қаттырақ береміз. Хамзаның негізгі қызметі тірек қызметі. Кешірім сұраймын. Сосын мына жердегілерді осылай оқып жақсылап үйреніп алсаңыздар, иншалла қиын болмайды. Бұлар негізгі жазылу, оқылу ережелері ғана хамзаның. Жақсы ма? Осы бетті 10 рет оқисыздар, прям мынаусымен оқып түсіну үй тапсырмасы.